кеңшіліктің, тыныштықтың, биліктің, аспанға тараған күн сәулелері сәулеттің өмір санатын көрсетіп тұрғандай, биіктегі жарық жұлдыз отанымыздың жұлдызы биікте бақыт жұлдызынан нұр шашып тұрғанын білдіреді. Қазақта шаңырағың биік, керегең кең, босағаң берік болсын деген тілек сөз бар. Елтаңба авторлары осы сөздерді басшылыққа алған. Қазақстан Республикасының елтаңбасы көгілдір түстің үстіне салынған шаңырақ бейнесінен тұрады. Одан жан-жаққа күн сәулесі тәрізді уықтар тарайды. Шаңырақ пен уықтар біздің отанымызда тыныштықта жарасымды өмір сүріп жатқан көптеген халықтардың бірлігін көрсетеді. Қазақстан Республикасының елтаңбасының бір бөлігі ертедегі қанатты тұлпар. Елтаңбаның жоғарғы жағындағы бес бұрыш бақытты өмірге жол сілтейтін жарық жұлдыздың белгісі. Төменгі жағындағы Қазақстан деген жазу республиканың атын көрсетеді. Масақ отанымыздың байлығы іспеттес. Шапқан қос тұлпар, ай астында қазақи, қалықтаған жас сұңқар, шарықтаған таза күй. Бұл таңбасы елімнің, елдігінің белгісі. Әнұраным, жанұраным, айтар әнім, сөйлер сөзім, туған жерім, сағынарым. Бақыт бірлік, күн талабы, тоқтамайды дабыр әні. Мәңгі бақи шырқалады республикам әнұраны. Енді бүгін менен туын түрінде әнұраның жолға балуын өтті. Босағы да қат кетті елтаңба, баяқ арса көрмеген әне. Желбірейді шалттап, Қазақстан жалауы, көкте қыран қалықтап, қанат қағып барады. Көк аспанда нұрлы күн, күнін дейді далама, бақыт тілеп тұр бүгін, ол барлық бәк балаға. Ұлттық өнер мұрамыз, адастырмас мұраттай, нық көтеріп тұрамыз, жалауды біз құлатпай. Сонымен қорыта келгенде өзіміздің жерімізді, рәміздерімізді, отанымызды құрметтеуге және патриоттық сезімімізді нығайта түсуге тырысайық. Туған жер киелі ұғымды, әр қазақстандық құрмет тұтуға, оны қастерлеуге міндетті екенін ұмытпайық. Ел ерімен мақтанар, жер келімен мақтанар деген елімізді қорғар ер азаматтар, асыл ұрпақтар, тәрбиелі ұл қыздар молая берсін.